сіздермен бірге мен Мейір Тока. Сіздер бүгін менде сіздермен егіздердің екінші сериясы болады. Бастамай жатырып тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Ура, наконец-то үйге келдік. Иә, бүгін күшті қыдырдық, иә. Жарайды, жүрші шешінейік, мен ыстықта кеттім. Жарайды. О, қыздарым кеп қойғансыңдар ма? Иә, кешін біз келдік. Иә. О, қыздарым келдіңдер ма? Иә, анашымыз кеп алдық. Жарайды, онда барып шешіне қойыңдар. Так, енді бүгін мына киімді киемін. Мен де сол киімді киейін деп тұрғам. Так, енді мен тез сабағымды оқып тастайын, ертең сабақ. Так, кітап дәптерлерімді сап қойдым. Так, сабағымды оқып қойын кешем. Алима, сен сабағыңды оқыдың ба? Сабақ па? Я, оқып тастадым. Жарайды онда. Әкесі? О, не болды, айта бер. Тез киінсе жұмысқа кешеміз қазір. Жарайды қазір. Тез киініп алайын. Бүгін жұмысқа мен аны киіп барайын. Мен осы киіммен бара берем. Үйбі, ашық-шашық қалай жүрсің? Бәрі бір. Жарайды онда. Қазір мен қыздарыма айтып келемін, сен бара бер. Машинада күтем, жарай ма? Иә, жарайды. Қыздар не істеп жатсыңдар? О, анашым, мен сот көріп жатырмын. Мен сол флештейсін ойнап жатырмын. Қыздарым айтпақты, біз қазір жұмысқа бар келейін деп тұрық. Бір нелермен барып келеміз, жарай ма? Сендер бір күн өздерің жалғыз қаласыңдар. Біз Алматыға барып келеміз. Бір шұғыл жұмыстарымыз шығып қалды. Жарайды, анашым, сіздер барып келіңіздер. Иә. Үйге ешкімді кіргізбеңдер. Анашым, оны маған айтқанша Алинаға айтыңыз. Жарайды, қыздар ерегеспеңдер, мен біз кеттік. Шынысыма неге маған айт дедің? Енді дұрыс қой, сен үйіңе күнде анам жоқ кезде достарыңды кіргізтесің. Ой, қойшы. Өзің қойшы. Так, қарай ойынды жалғастырайын, кеш жалғастырмай қалдым. Так, атсай. Алина, я не болды? Ертең сабақ екен. Оның несіне қуанып тұрсың? Сабақ болған күшті емес па? Кластастарыңды көресің. Ой, сабаққа вообще ойлағымда келмейді сабақты. Алина, сен тамақ пісіру білесің бе? Әрине білемін, тамақтың түр-түрін білемін, тәттілерді пісіру білемін. Онда тамақ пісіру білсең, тамақ пісіре салсай, маған көмектесей. Жарайды, көмектесемін. Онда жарас ас бөлмеге. Қазір не пісіреміз? Қазір тамақ пісіргелі бір тәтті. Сен не жегің кеп тұр? Әрине тәтті жегім кеп тұр. Онда тәтті пісір. Неке тәттімізде дайын болды. О, ал жеп көрейін. О, не деген дәмді. Қайдан білесің тамақ пісіруді? Ой, анам күнде маған үйретеді ғой. Шынымен де дәмді болыпты. Жарайды, мен кеттім. Тоқтасай. О, анам звонып жатыр. Алса енді. Алло, анашым. Қыздарым, есікті ешкімге ашпай, есікті күлчоқтап далаға шықпай, тыныш отырыңдар, жарай ма? Ешкімді кіріспеңдер. Жарайды, анашым. Біз сендерге ертең күшті жаңалық айтамыз, сондықтан да күтіңдер бізді, жарай ма? Жарайды, анашым. Жарайды, сау болыңдар. Не дейді?
ертең күшті жаңалық айтамыз дейді. Қандай жаңалық екен? Иә, маған да қызық болып тұр. О, кеште болыпты ғой. Мен кеттім, қазір тамақ пісіріп келейін. Жарайды. Анашым соншалықты не жаңалық айтады екен. Жарайды, енді тамақ пісірейін Алима екеумізге. О, тамақ дайын болды. Алима, жүр. О, Алина шақырып жатыр ғой, деймін, кеттім барайын. Иә, не болды? Жүр, тамақ ішеміз. Сен кофе құя салшы. Жарайды, қазір. Не ал? Рахмет. Маған қатты қызық болып тұр, не жаңалық айтады екен. Маған да қызық болып тұр ше. Жарайды, оны тамағымызды жеп жатайық. Иә. Все, мен болдым, мен де. Ал енді киініп жатайық. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Достар, екінші сериясы ұнаса тіркеліп лайк басып, үшінші сериясын күтіңіздер. Всем пока.